маусымға келші дейді. 7 маусымға мен Қосылайыққа барам достар. Бірақ ол жақта Қосылайықта 5 маусым, бір Бұлайықта 7 маусым. Қанша күн осылай демалып отырмадым, бүгін прям күшті демалып отырмын. Маған артық әңгімеңізді балаларыңызды сұраймын. Мен көңіл күйімді құртпауларыңызды сұраймын. Алдана рахмет сіздерге. О, Мейірбек, давай бірге эфирге кірейікші. Мейірбек, Қосылайға алмай қойса не істейсің дейді. Не переживайте. Қалайсың, жақсы. Путводитель Августа Пушки дейді. Гүлбаршын дейді. Сұрақтарыңыз нормально түсінтіп жазыңыздаршы, өтініш. Суши жеу керек еді, Жанар әпшеміз ертең келсе дейді. Енді ертең ол адамның данныйларын, түрін, бәрін салатын боламын. Ол қыздың жасы. Денемдегі синяктарды деші. Денемдегі синяктарды еще қосып саламын. Менің қызым шығарсын дейді. Білмеймін кімнің қыз екенімді. Ой, нақты сұрақ қоя береді енді. Өзбекшені қайдан білесің дейді. Білмеймін. Қосылайық или бір болайық дейді. Сейчас подумаю. Биыл бірақ Қосылайықта 5 сезон басталады, бір болайықта 7 сезон басталады, бірақ мен Қосылайыққа барамын достар. Күтіңіздер мен, я? Құдай тұр деш? Құдай тұр. Мен айтып келе жатқан ол ұзақ болды. Не салдың, историяға мен көрмедім дейді. Егер көрмеген жандар болса, менің историяма өтіп көрсеңіздер болады. Мен бір апта бойы Инстаграм желісіне то кіріп, то кірмей, ісіп кеткен бетіммен Инстаграмға кіріп жүрдім. Жалпы бүкіл нәрсені соқта түсіндіріп өткенмін. Ертең ол адамның данныйларын, денемдегі синяктарды, ол қандай адам барлығын салам және де таргетке жіберем. Дұрыс па мен айтып отқаным ойым? Мен достарым барлығы қолдап отыр. Бір болайық қашан басталады 7 сезон дейді, білмеймін. Бір болайықта қашан басталатында менің шаурам жоқ. Привет. Не болды саған біреу тестіме дейді. Сіздер менің историяма кіріп көрсеңіздер болады. Менің историямда бүкілі тұр. Шақкерім ренжіді ғой, одан Қосылайыққа барасын саттың ғой бір болайықты дейді.
Бизде Мен бір болаяқты біріншіден бір болаяқты бұл сатқан жоқ, бір болаяқтан мен алып кетіп қалдым. от тастады ма, не қылды дейді. Сондай Жауап бере салшы. Бұл Ертең айтып қыздың салады бәрін. ертең барлығын салатын болады. Мен страницама да көрсетеді деп ойлап тұрмын. Салат барлығын ертең. Иә, бұл қызбен қатты ойнаймын деп толып бір кісілер. Кәні? Қыздың жасаған жақсылықтарын аңқаулыққа теңеп, жақсылығына жамандықпен қайтаратын адамдар көп екен, оказывается, өмірде. Сондай адамдардың жазасын Құдай береді, не істейміз басқа. Аллаға тапсырады. Не дейді? Елдің барлығына көмектесемін деп өзінің ақшаларынан айырылып жүрген қыз ғой бұл. Иә. И потом, кстати, мен дайректіме егер ол ондай адам болатын болса, онда маған көмектесіңіз, онда маған бүйтіңіз деген жандарға сразу жауап бере салайын. Маған ең легчісі лучше сол қарекет қорына күнделікті садақамды. И, кстати, мен өткенде сол скриншотты салғам, сол жерде мен номерім қалып қалған, соны өздеріне сақтап алып жазып жүрген адамдарға айтқым келеді, маған жазбаңыздар. Саған көп көмектесті ғой, бір болайық дейді. Қай жағынан көмектесті? Не жұмысты істейді, подругаларым дейді. Подругаларым менің өте күшті жұмыс жасайды, өзім сияқты кәсіпкер. Бір магазиндер бар тоже. Сәлем Қырғызстаннан дейді, сәлем. Сәлем. Саудан қалай жүріп жатыр дейді. Шүкір Аллаға, жақсы. Сіздер барлықтарыңыз осы 57 адам бір киім алсаңыздар, вообще күшті жүруші еді. Жаль, что сіздер мені қолдамай атсыздар. Мен негізі подписчиктеріме өте қатты сенім артамын. Мен магазин жүргізіп береді, осы кісілер маған көмектеседі, бір саудам жүргізеді деп ойлаймын, бірақ. Қосылайыққа барып жылайсың ба? Жоқ, күлем достар. Жылайын ба, күлем бе, менің ойымша бәрін алда уақытта көресіздер, точно жыламаймын. Осы сөзімді экран записқа жазып алсаңыздар болады. Бір болаяқтан неге кеттіңіз дейді. Үйінің барма, не дейді? Үйінің барма өзіңнің дейді. Это, думаю, личная информация. Тура Аружан Беркімбаева қылған жасап отырсын дейді. Аружан Беркімбаева не жасапты? Аружан Беркімбаева қанша
әдемісін жас үміткер келеді ғой, бір болайыққа барсаң дейді. Күтем, өте жақсы бір үміткер күтем. Давайте запрос тастаңыздар, мен қыз баласы болсақ қабылдаймын, сразу айтамын, шын айтамын міне. Так, бірінші болып тастаған Мадонна. Клиенту дейді. Хорошая ты девушка, молодец, можно гордиться тобой дейді. Спасибо, рахмет үлкен. Ана жол ғана бір болайыққа өтірік 10% ғана шын деп жамандап отырдың ғой дейді. Ол рас енді, баста мүлігін енді қазіріңіз кересін дейді. Достар, мен сіздерге запрос жүрген адамдарды принять етіп атырмын. Кіріңіздер тоже. Қазір менің оқырмандармен тілдесу болады. Вот отклонила, видите, да, запрос жіберді и отклон басты. Вот. Что за прикол? Если отклон басатын болсаңыздар, маған запрос жібермеңіздер, достар. Я вас прошу. Не можешь присоединиться, дейді Мадинаны. Все, короче, ешкім қалдамай қойым, что-то ешкім мені қабыл принять етпей жатыр. Саған жақсы мейірімді жігіт бұйырсын, бағын ашылсын жан дейді. Аумин. Саламатсыздар ма, жақсы бісмалар болсын түйілі. Бағын сәлемет пе? Қасым татуаж ба дейді. Жоқ, мен татуаж жасаппаймын. Мен даже қасым терілмеген, мені бұлай көрсетейін сіздерге. Мен сіз шығара салайын, я что-то сіздің сейтіңізді ашырау деймін. Ренжімесеңіз. Сейті нашар жандар болса, маған запрос жасамай қойыңыздар, бәрі сөйлесе алмаймыз. Мен қасым татуаж емес, даже менің қасым терілмеген. Просто осылай бояп аламын. Кстати, мен сіздерге секрет айтайын, мен қасымды тушпен бояп аламын. Если отклон басатын болсаңыздар, маған запрос жібермеңіздер, өтінемін сіздерге. Сор дейді. Сәлеметсіз бе? Неге бүкіл қараңғы жерде маған звондай запрос жіберіп жатыр? Түріңізді көрсетесіз ба? Ойбай, қой осыны удалить етейін адамдар. Болып, достар. Ой, қалайсың? Жетіні алдын ала шулаттыңыз ғой дейді. Конечно, шулатамыз ғой достар. Бір инста достармен тілдесейін деп едім, бәрі қараңғы жерде звондап, қараңғы жерде запрос жасап жатыр да. И мен сіздерді запрос жасап жатқан жандар, жарық жерге шығуларыңыз, сейті бар жерге шығуларыңыз сұраймын. Если сізде сейт болмаса, қараңғы жерде отқан болсаңыз, лучше запрос жасамай қойыңыз. Бір тілдесейін деп едім, бір қараңғы жерде отырғансыз. Мына свет түсіп тұр дейді. Сәлем, Қырғызстаннан неге қабылдамайсыз дейді. Солан қабылдадым, бірақ сіздің сетіңіз нашар. Қараңғы жерде отырсыз. Қараңғы емес, жарық жерде отыруларыңызды сұраймын. Сол кезде қабылдап сіздермен тілдесетін боламын. Мадина, сіз жарық жерге шығыңыз, мен сізді оқимын. Әдемі екенсіз дейді, рахмет.